Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді обжорка салатын дайындаймыз. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода 4 түрлі салаттың әртүрлі заправкаларымен көрсететін боламын. Халал сервелат шұжығын салом кетіп тураймыз. Шұжықты тауық етімен алмастырсаңыз болады. Маринатталған қиязды да салом кетіп тураймыз. Голланд ірімшігін жұқалап салом кетіп тураймыз. Қиязды да турап шығамыз. Чечил ірімшігін упаковкасымен бірге ыстық суға 2-3 минутқа салып жібітіп аламыз да түтіп осылай тураймыз. Қайнатылған жұмыртқаның ағын турап шығамыз. Піскен жұмыртқаның сарысына майонез, аздап бұрыш қосып, араластырамыз. Араластырып болғасын салатқа қосамыз. Оған сухаримізді қосып, араластырып жібереміз. Тәрелкеге салат жапырағын осылай қойдым, үстіне салатты қойып шықтым. Черри қызанағымен немесе бөдене жұмыртқасымен әсемдесеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Енді кисло-сладкий соуспен баялды салатын дайындаймыз. Бұл салаттың ерекшелігі тұздығын біз қолдан жасаймыз. Баялдың қабығын ашып, осылай екіге бөлеміз, әр бөлікті 3-ке бөліп тураймыз. Оған жүгері крахмалын қосамыз. Жүгері крахмал болмаса, картоп крахмалмен алмастырсаңыз болады. Жақсылап араластырып, қызып тұрған майға баялдымызды салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Светофор бұрышын осылай ақ жерлерін алып тастап, ірілеу етіп турап шығамыз. Туралған тәтті бұрышымызды қызып тұрған табаға салып, 40 секундтай ғана шала қуырамыз. Енді біз соус, яғни тұздық дайындаймыз. Ол үшін имбирді, яғни зімбірді қабығын ашып, ұсақ теркадан өткіземіз. Кинзаның жартысын біз тұздыққа қосамыз, жартысын салатқа қосамыз. Ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған табамызға сұйық май құйып, ұсақталған зімбірді саламыз. Оған кинза мен сарымсақты саламыз. Үш-төрт минуттай қуырамыз. Оған жүгері крахмалын, балды салып, жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Масса қою болғанша қайнатамыз. Қою болғаннан кейін оттан шығарып, ситодан өткіземіз. Оған соя тұздығы мен лимонның шырынын қосып, тұз қосып кішкене араластырамыз. Қиязды екіге бөліп, әрқайсысын 3-ке бөлеміз. Осындай жерлерін алып тастасаңыздар болады. Осылай қиғаштап тураймыз. Черри қызанағын 2-ге бөлеміз. Кинзаны тураймыз ұсақтап. Қуырылған тәтті бұрышымызды қосып, баялдымызды қосамыз үстіне. Тұз қосып, тұздығымызды үстіне құямыз. Aralastıramiz.
Мінекей біздің салатымыз дайын. YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода әртүрлі заправкамен салаттар көрсететін боламын. Келесі видеода кездескенше.